Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін мен сендерге магниттің қасиеттерін тәжірибе арқылы көрсететін боламын. Менің қолымда қаламсап, қалам, мақта, кілт және шеге бар. Мен бұл заттарды магнитке жақындатып көремін. Ең алдымен қаламсапты жақындатамын. Бұл тартылмады. Қаламды жақындатамын, бұл да тартылмады. Мақтаны жақындатамын, бұл да тартылмады. Енді кілтті жақындатамын, бұл өзіне тартты. Және шегені жақындатамын, бұл да тартылды. Яғни магнит темір заттарды өзіне тарта алады. Ал ағаш, мақта заттарды өзіне тарта алмайды. Енді магниттің оңтүстік және солтүстік полюстері болады. Полюстері бірдей магниттегі бір-біріне жабыстырғанда олар бір-біріне тебіледі. Енді полюстері әртүрлі магниттерді бір-біріне жақындатқанда олар бір-біріне тартылады. Мінекей. Ал енді мен сендерге заттардың қалай магниттелетінін көрсететін боламын. Ең алдымен мен қайшыны магнитке біраз уақыт үйкеймін. Мінекей. Енді мен бұған дәптер қыстырғышты жақындатып көремін. Бұл тартылды. Енді мен бұған 20 теңгелік монетаны жақындатамын. Бұл да тартылды. Яғни біздің қайшымыз магниттелді. Магнит кедергілі арқылы да заттарды өзіне тарта алады. Мысалы, мен мына судың ішіне 3 түрлі монетаны саламын. 100 теңге, 50 теңге және 20 теңге. Мен енді магнитпен осы стаканға жақындатып көремін. Достар, қараңыздар, бұған 20 теңгелік монета тартылды. Мінекей. Яғни 20 теңгелік монетаның құрамында темір көп.